Орал қаласында қазақтың батыр ұлы жерлесіміз Қайыргелді Майдановты еске алуға арналған облыстық ашық турнир өткізілді. Күрестің грек-рим түрінен ұйымдастырылған сайысқа тек өңірдегі жас палуандар ғана емес, көршілес Ресейден де спортшылар қатысты. Қазақтың батыр ұлы жерлесіміз Қайыргелді Майдановты еске түсіруге арналған турнир 17 жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Облыстық сайыс болып саналғанымен, ашық турнирге Ресейден де палуандар келіп, жарыстың көркін қыздырып жүр. Өткен жыл Самара қаласына келіп қатысса, бұл жолы Орынбор және Мәскеуден жастар қатысуға ниет білдірген. Бұл жарыс енді іріктеу жарыс болып есептеледі. Декабрь айында жасөспірімдер арасында республикалық турнир өтеді. Алматы қаласында Алматы қаласының жарысқа біздің жасөспірім палуандарды іріктеп, үздік палуандарды іріктеп аламыз деген ойымыз бар. Жансүр Хамидуллин жастығына қарамастан түрлі деңгейдегі додаларда жүлдері атанып үлгерген. Өз салмақ дәрежесі бойынша республикалық сайыстың жеңімпазы. Грек-рим спортымен мен өзім 4-ші сыныптан бері айналысып келе жатырмын. Осы айналысып келе жатқан уақыт аралығында көптеген халықаралық жарыстарға қатысып келе жатырмын. 2016 жылы Шалқар қаласында ел чемпионы болып атандым. Осы жылы Алматыда өтетін дәстүрлі Дәулет Тұрханов ағамыздың атына арналған жүлдесінде 3-ші орынға ие болдым. Турнирге облысымыздан 6 команда, атап айтқанда Ақжайық, Бөрлет, Бәйтерек, Теректі, Шыңғырлау және Казталов аудандарындағы грек-рим күрестің жас палуандары қатысуға келіпті. Жалпы айтқанда 150-ге жуық шымыр білектілер 11 салмақ дәрежесі бойынша боз кілемде өнерлерін көрсетті. 2 күнге созылған іріктеу жарысы қорытындысында жалпы командалық есепте бөрліліктер 3-ші, Орынбордан арнайы келіп қатысқан команда 2-ші жүлдеге ие болды. 1-ші орын Орал қаласының командасына бұйырып, жеңімпаз деп танылды. Лұқпан Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық ақпараттық бағдарламасы үшін.